Ал енді қыздар мынандай жастық тігеміз. Бұл жастық шамды тігу үшін, иә, бұл тігінге арналған жастық шам, бұны тігу үшін бізге опилка керек, және де жаңағы хб матамыз, хб немесе шыт матамыз керек болады. Мына опилканың ішінде шыт матамен, опилканың көзін шыт матаға салып, сыртынан габардин матасымен қаптап қойғанмын. Енді ол үшін менде қазір мынандай размерде, иә, мынандай, бірақ мен қазір енді өзіне былай жіңішке ұзын размерде жасағым келіп отыр. Бұл негізі не үшін керек бұндай жастықша? Бұл жастықша мысалы фото жасаған кезде, иә, үтіктеген кезде, үтіктердің тігісін, иә, үтіктегеннен кейін ол жаңағы үтік әдемі, тігіс әдемі жату үшін көбінесе жаңағы орамалмен немесе басқа да кейбір кезде мен қолыммен де жаңағы ненің тігістің үстін былайынан басып суығанша солай басып тұратынмын. Мынау сол жаңағы тігістер үтіктеген кезде тігістер әдемі болып тұру үшін, яғни қайтадан былайынан деп ашылып кетпес үшін тігістерімізді мысалы екі жаққа жатқызып үтіктегенде қайтадан тігістеріміз былайынан тұрып қалмас үшін үстінен осындай жаңағы жастықшамен суыту керек. Менің келесі жасайын деп отырған жастықшамның өлшемдері. Қазір мынандай ұзын мен алдым. Матамды екі қабаттап қойып аламын. Жастықшамның ұзындығын тігіспен қосып есептеген кезде 33 см болады, ал жалпақтығы 13 см болады. Соны қазір есептеп былайынан сызып аламыз. Сіздер де өздеріңізге осындай жастықша жасап алсаңыздар, егер тігінмен айналысатын болсаңыздар, әрбір тігіншіде міндетті түрде бұндай жастықша болу керек. Опилканы кез келген жаңағы строительный дүкендерге барып маған опилка берші десеңіздер, олар қуана шашылып жатқан опилкаларымды жинап алып кетші дейді. Осылайынан 33 см қылып аламын. Екеуі дәл осындай екеуі қырып алыңыздар бірден. Себебі бізге ішіне керек, және де сыртынан қаптағанға тағы біреу керек болады. Бір қабат матаға опилканы сала салсаңыздар, опилкаларыңыз маталарыңызды тесіп шығып кетеді. Енді жалпақтығы 13 см. Енді бұл өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Негізі размерін қандай қылу, маған осы размер өте ыңғайлы. Алдыңғы нем осындай болған, дәл осындай болған. Бірақ ол енді кішкене түрі жаман болып кеткеннен кейін жаңасын жасап алайын дедім. Осылайынан қырып аласыздар. Жіңішке ыңғайлы болады. Тігістерді тіктегенге, тіпті вытычкаларды тіктеген кезде де осы нелеріңіздің жастықшаның үстіне қойып тіктесеңіздер де. Осылайынан тіккеннен кейін былайынан 4 қабаттаңыздар да инемен ұстатып алыңыздар, 4 қабаттардың бас жағын. Осылайынан ұстатып алыңыздар да үстіне тағы да қабаттап. Жағын бүйтіп. Ой, бұл матам қалың болып кетті. Осылайынан қойып. Овальный қылып қырқып тастаңыздар. Енді тура осыны келесі матаның бетіне қойып қырқып алыңыздар. Тағы да бір келесі маталарыңызды аласыздар да осының үстіне былайынан қойып беттестіріп. Былай кішкене 5 мм жанжалын не қылыңыздар. Иә, нелеріңіз ішіндегі қабатталған несінен сыртқы бөлігі кішкене үлкендеу болып тұрсын. Ішкі бөлігінен сыртқы бөлігі 5 мм-ға үлкендеу болсын. Осылайынан сыртынан айналдырып кішкене 5 мм-дай ғана қатты үлкейтпеңіздер. Тысы кішкене үлкенірек болсын. Енді ішкі бөлігінде, сыртқы бөлігінде былай айналдырып, мына бас жағын ғана, осы екі бас жағын ғана қалдырып, айналдырып тігіп аламыз. Міне былайынан тігіп алдық ішкі бөлігін және сыртқы бөлігін. Енді күшік болып тігілген ішкі бөлігіне опилкамызды саламыз. Ол үшін сіздерге мынандай лайфхак. Немізді қағаз аласыздар да, былай бөгелетіп күшік алып, ішіне салып қойыңыздар. Ішіне салып, мына бас жағын бүйтіп ашып алыңыздар. Содан кейін осыған опилканы саламыз. Былайынан салдық. Енді осы салғандарыңызды әдемілеп нығыздаңыздар. Нығыздап тұрып салу керек. Иә, мына жақ прям қатты болып тұру керек. Сондықтан да бүйтіп үстінен басып нығыздап. Көрдіңіздер ме, жаңа бетіне дейін толып тұрған. Осылайынан нығыздаған кезде ары қарай кішірейеді. Нығыздау керек, былайынан әдемілеп тұрып үстіне жағын ұстап алыңыздар да, былайынан нығыздап. Сосын бетіне тағы да саласыздар. Осылайынан нығыздап салып, әдемілеп нығыздалған кезде, сол кезде барып мына жағын тігеміз. Сол кезде тігіп тастаймыз, одан кейін барып тісін кигіземіз, чехолын кигізіп қоямыз. Бір жасап қойсаңыздар, кейін бір жылдан кейін, тіпті қатты жиі қолданып жатсаңыз, 6 айдан кейін қайтадан осылай жаңалап аласыздар. Но мен жаңағы алдыңғы дәл осы размердегі немнің ішіндегі опилка болған. Енді қараңыздар, қаншамасы артылып қалды, маған сыймай қалды. Қазір осының барлығын мынаның ішіне сыйғызып қою керек. Егер де дұрыстап барлығын салып нығыздамасаңыздар, потом мынау сияқты былай түсіп қалып көрінсе ме, жарты жеріне дейін жоқ. Сондықтан мен мысалы мына жағы керек болған кезде осы жағына қарай опилканы қатты нығыздап аламын. Мына жағына жіңішке жағы керек болатын болса, мысалы сол кезде мына жағын өстіп нығыздап аламын. Сондықтан да әдемілеп нығыздаңыздар қыздар. Ол баяғыда нығыздап тұрған сияқты көрінгенімен сіздер 2-3 рет пайдаланғаннан кейін іші босап қалады. Барлығын салдым. Енді осыны былайынан тағы да нығыздап. Бұл ағай нығыздалмайды ғой деймін. Енді осыны тігіп аламыз. Инеріктеріңізді 4 қабаттап, 5 қабаттап, 10 қабаттап қабаттап аласыздар. Сосын мынаны былайынан жауып, ұстаңыздар. Былайынан бір айналдырып, тағы бір айналдырып, осылайынан инеріктеріңізбен әдемілеп тігіп алыңыздар. Былайынан тігіп аласыздар. Содан кейін енді чехолын кигіземіз.
екеуін екі түрлі түсте алсаңыз да болады, сыртына басқа бір әдемі мата. Менде қазір енді бары осы мата болып тұр. Осылап алдық, енді сыртына кигіземіз. Егер аузы тар болып қалатын болса, кеңейтіп аламыз. Я мына жеріне сыймай жататын болса, кеңейтіп үлкейтіп алыңыздар. Мен қазір көремін, мен де таралып қойдым ба деп қоямын. Енді әдемілеп кигізіңіздер енді. Жыртып алмай. Осылай бір нәрсе әдемілеп кигіземіз. Ой. Осылай кигізіп алдық сыртын. Енді мына бас жағын тігеміз. Менде сырты қатты үлкен болып кетті мына жерінде. Сондықтан да қырқып алып тастаймын жоғары жағын. Жоғары жағын қырқып алып тастап, одан кейін барып әдемілеп тігісін білдіртпей тігіп шығамыз. Мынаны енді бір-біріне қаратып бас жағын тігіп аламыз. Сонымен біздің жастықшамыз дайын. Міне жастықшамыз дайын болды. Өте ыңғайлы, кішкентай ғана үтіктеп болғаннан кейін былай үстін қойып тігістегі суытып алғанға өте ыңғайлы. Және де мысалы рельеф вытечкаларды үтіктейтін кезде қиын болады, иә, себебі гладильный досканың үсті тіп-тік. Сонда мынаны қоясыздар да, рельеф нелеріңізді вытечкаларды көйлектеріңізді нелерін үстіне қоясыздар, не өте ыңғайлы былайынан жата қалады. Осыны үтіктейсіздер. Осылайынан үтіктеп. Сондай бір өте ыңғайлы зат, пайдаларыңызға жарасын. Сіздер де осындай тігінші болсаңыздар, тігінмен айналысатын болсаңыздар, өздеріңізге тігіп алсаңыздар, жасап алсаңыздар болады. Бар жоғы хб матасы және де опилка. Сосын ине мен жіп және тігін машинкасы болса болды.